Қалада ит мысықты стерилизациялауға қыруар қаржы бөлінеді деп әлеуметтік желі қолданушылары даурығуда. 100 миллиондаған теңге төбетті тарттыруға қаншалықты қажет деп пікір білдіріп жатқандар да бар. Бұл мәселеге Шымкент қалалық ауыл шаруашылығы және ветеринария басқармасының басшысы нүкте қойды. Оннан астам телеарна тілшілерін шақырып, жаңа жобаны бүге-шүгесіне дейін түсіндірді. Былтыр мегаполистегі иесіз үй жануарларын залалсыздандыруға бюджеттен 130 миллион 720 мың теңге бөлінген. Ветеринар мамандардың айтуынша ол қаржыға 40 мың ит мысық ізетті жолмен жойылған. Ал биыл қаңғыбас жануарларды вакцинациялау және стерилизациялау қағидаттарын бекіту туралы Қазақстан Республикасының экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің нөмір 171 бұйрығына сәйкес жұмыс жүргізіледі. Биыл Шымкентте 20 мыңға жуық ит мысық кастрацияланады. Оның ішінде 8400 төбет тарттырылып, 210 мың еркек мысық піштіріледі. Осы мақсатта 140 миллиондай теңге бөлінген. Қаңғыбас жануарларды аулау, күтіп баптау, тамағына да осы қаржыдан қаралған. Қоғамға қауіп төндіретін болса, одан кейін адамға, жануарларға шабуыл жасаған немесе адамның өмірі мен денсаулығына қатер төндіретін жануарлар ол жерде ізгілікті жолмен жансыздандырылып, яғни оны жансыздандырылады. Ал енді толыққанды ешқандай ауруы жоқ, ондай қоғамға қауіпі жоқ болған жағдайда оны оқшаулау орталығына жеткізіледі. Яғни оқшаулау орталығында ұстайды, оны клиникалық тексеру жүргізеді. Одан кейін барып келесідей өз жердегі арнайы ветеринарлық мамандар өз жерде оны тексеру жүргізіп, оны стерилизациялау, яғни кастрация, стерилизациялау жөніндегі жұмыстарына шешім қабылдап, соны жүргізеді. Одан кейін барып вакцинация жүргізіледі. Содан кейін барып бізде қазір осы заңға сәйкес ол есепке алынады, яғни қаңғыбас жануарларына есепке алынып, яғни оны чип, құлағында чипі болады. Енді ветеринар мамандар өздігінен көшеде рейд ұйымдастырып, жалғыз жарым жүрген үй жануарларын жоймайды, арнайы өтінім бойынша жұмыс істейді. Ұйығып жүрген 3 бастан жоғары ит тобын ғана аулауға құқылы. Ауланған ит мысықтар кастрацияланып, табиғи ортасына қайта босатылады. Тарттырылған төбет қайта босағасын адамдарға қайта тартылмасына кім кепіл? Ол үшін келесіде шаруалар атқарылады. Бұл заң қабылданғанға дейін осы сұрақтар болған. Яғни бұл сұрақ мәжілісте де, сенатта да талқыланған. Яғни соның бәрі талқыланып, содан кейін бар осы заң қабылданып отыр. Енді біз жергілікті атқарушы орган ретінде осы қабылданған заңды заң аясында жұмыс атқаруымыз керек. Адамға шабуыл жасамайтын қаншалық кепілдік? Енді мысалы мынау кастрация жасалғаннан кейін ветеринар врачтар болады ғой, оқшаулау орталығында. Оның бана агрессивтігі қаншалықты білдіретінін барлығын, оның барлығын байқалап, сол бақылаудан өткеннен кейін барып жіберіледі ол мекендеу орталығына. Шымкенттегі ветеринариялық қызметке үй жануарларын аулау керектігі жөнінде күніне 20-25 өтінім түседі. Мамандар жыл басынан бері түскен өтінімнің 95%-ын орындаған. Қаңғыбас жануарларды залалсыздандыру жұмыстары заң талаптарына сай жүргізіледі. Яғни әр ит мысық жеке ауланып зарарсыздандырады. Өткен жыл Шымкентте 3 мыңға жуық адам ит мысыққа таланған. Зардап шеккендердің тең жартысы балалар. Осының ішінде 417 адам қорасындағы өз итінен зардап шеккен. Кенжехан Дүйсенбі, Әли Мәлік, Бақыт Байларов, жаңалықтар.